Топ 5 әлемдегі ең қымбат заттар. Қызықты фактілер арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Егер сіз Нью-Йорк қаласында қыдырып жүрсеңіз, Golden Gates мейрамханасына барып, әлемдегі ең қымбатты тұшпараны дәм татуыңызға болады. Әрине, қалтаңыз көтерсе, өйткені ол тағамның 8 данадан тұратын бір порциясы 2,5 мың ақш долларына тең. Адам көркі шүбірек деп айтқандай, Louis Vuitton сән үйі тек бренд киімдерді ғана ұсынбай, сондай-ақ мүше қап шығаруда, алдына жан салмайды. Сары түсті резеңкенің бір данасы 68 доллар тұрады. Бір рет қолдануға арналғанын ескерсек, бұл қымбат зат екенін өзіңіз де жақсы түсінген боларсыз. Сәннен алыстамаймыз, себебі мен Victoria's Secret ұсынған іш киімдер жайлы айтып беремін. Онда тек бай әйелдерге арналған іш киімдер шығарылады десем қателеспеймін. Тіпті 1,5 рубин бриллиант қолданылған іш киім 15 миллион долларға бағаланып, ең қымбат іш киім ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген. Тырнаққа арналған бояудың мұншалықты қымбат боларын кім ойлаған? Азатурия ұсынған қара түсті бояудың қымбат болу себебі, бояу ішінде алмас тастың қоспасы қосылған. Бұл бояуды қыздар үшін қол жетпес асыл қазына деуге болады. Оның бағасы 250 мың доллар. Көктем, жаз. Бұл мезгілде кешкі серуенге велосипед тебуге шығудың өзі демалыс. Егер 102 мың долларлық алтыннан жасалған велосипед болса, онда сіз жұрт назарындасыз. Әлемдегі ең қымбат велосипедтің бағасы 100 мың доллар. Қызықты фактілер арнасына жазылсаңыз, бұл біз үшін шексіз қуаныш болар еді.